Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте жұмсақ блений пісіретін боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізге керекті рецептің барлығын сіздерге төменге жазып қоятын боламын, бірақ менде ол рецепттен қарағанда 2 есе көп рецептте жасап жатырмын. Өйткені маған көп көлемде блений қажет болды. Енді қараңыздар, осы 4 жұмыртқаны алдымен табамызға шағып алып, жақсылап араластырамыз. Және де мен 6 қасық қант салдым. Сол қантымыз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Блений жасау негізі ешқандай қиындығы жоқ. Бір жасап көріңіздер, жасап көріп жатсаңыздар, комментарийға бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Осылай 6 қасық қантымызды салып алып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қантымыз еру керек міндетті түрде, сондықтан тоқтатпай араластыратын боласыздар. Жақсылап араластырып болғаннан кейін сүтімізді жылытып аламыз. Қатты ыстық емес, қатты салқын емес, жылы сүт болу керек. Осылай мен арнайы ыдысқа жылытып алып, азыздан құйып отырдым. Азырақ сүт және азырақ ұн қоса отырып, жақсылап араластырып, бленийіміздің тестасын дайындайтын боламыз. Міне қараңыздар, ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп салуымыз керек, өйткені арасында ірдік пайда болмас үшін. Бір ұн, бір сүтімізді сала отырып, осындай масса дайындап аламыз. Массамыз сәл қоюлау болады, оған сұйық майымызды құйып аламыз да, 2 ас қасық. Содан кейін қайнаған жылы болғанда, тек шала жылы қайнаған суымызды құямыз. Ыстық су құюға мүлдем болмайды, сондықтан жылы су құйыңыздар. Осылай массамызды сұйық массаға келтіріп аламыз, бір тексеріп аламыз. Егер қоюлау болса, тағы да кішкене су құйып, араластырып алатын боламыз. Массамыз дайын болды. Ендігі кезекте табамызды отқа қойып, қыздырып аламыз. Қыздырған табамызға кішкене май құямыз. Бірінші рет жасаған кезде май құю керек, одан кейінгілерге май құймай жасай берсеңіздер болады. Міне табамыз қызғаннан кейін осылай массамызды құйып аламыз. Тесік-тесік болып шығады бленийіміз, өте әдемі және жұмсақ болып. Осылай негізі тез-тез піседі. Мен тез-тезден пісіріп алып дайындап алдым. Қараңыздар, міне уже бір беті пісті. Екінші бетіне осылай ауыстырамыз. Піскен бленейларымыздың бетіне міндетті түрде май жағатын боламыз. Қараңыздар, осылай майды жағып отырамыз әр бленейіміздің арасына, өйткені жұмсақ, дәмді бленей болатын болады. Ал менің бленейлерім дайын. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қазақша рецептпен бөлісемін.